Арман есімді жасөспірімге әрдайым таңертең мектепке бара жолдағы ескі сағат мұнарасы түсініксіз көрінетін. Мұнараның тілдері ешқашан қозғалмайтын, ал терезелері үнемі қараңғы. Бір күні ол жанынан өтіп бара жатқанда, мұнара ішінен әлсіз жарық жылт етіп көрінеді. Арман қызығып, ішке кіруге бел буады. Іште ауада қалқып тұрған күміс кілт бар еді. Кілт Арманға: «Уақытсыз қаланы оята алатын сенсің!» деп сыбырлайды. Арман кілтті ұстаған сол. Ол үлкен алаңға тап болады. Алаңда адамдар бар, бірақ бәрі қатып қалған. Алаң ортасында уақыт таңбасы бар тас тұр. Арман кілтті тасқа жақындатқанда, қаланы тоқтатып қойған қара тұман пайда болады. Ол Арманды қорқытуға тырысқанымен, Арман батылданып, кілтті таңбаға дәл басады. Жарқ етіп, тұман жоғалады. Адамдар қозғалып, қала қайта оянады. Ол күміс кілтті алып, мұнараға көтеріліп кетеді. Ал сағат тілдері алғаш рет қозғалады. Арман түсінеді. Уақыт бағалы. Оны тоқтатуға болмайды. Солай уақытсыз қала қайтадан өз орнына келіп, уақыт тілдері жүреді.